Адамдарды өлгеннен кейін қайта тірілту. Бұл ғылыми фантастика ма, әлде шындыққа айналуға жақын құбылыс па? Франкенштейн туралы оқиға тек қиял емес, өйткені тарихта шынайы ғалымдар өлілерді тірілтуге тырысып көрген. 20 ғасырдың басында итальяндық ғалым Джованни Альдини ерекше зерттеумен айналысты. Ол жаңа өлген мәйіттерге электр тогын жіберіп, олардың аяқ-қолдарын қозғалтты. Қайтыс болған адамның көзі ашылып, тіпті бір сәтке күлімсірегендей болғанда, куәгерлер қорқыныштан талып қалған. Альдини бір қадам алға жылжып, Лондонда өлім жазасына кесілген қылмыскердің мәйітіне ток жіберді. Куәгерлердің айтуынша, өлік денесі селкілдеп, қолдары қозғалып, тіпті демалуға тырысқан. Бұл Франкенштейндікіне ұқсас тірілту әрекет емес пе? Кеңес ғалымы Владимир Демихов тірілту тақырыбын одан да қатты зерттеді. Ол иттің басын кесіп алып, екінші итке жалғап, екі басты итті бірнеше күн өмір сүргізді. Жұрт мұндай тәжірибені сұмдық деп санады, бірақ ғалымға бұл адам мүшелерін ауыстыруға көмектесетін зерттеу болды. Тағы бір ерекше экспериментті американдық ғалым Роберт Корниш жүргізді. Ол өлі иттерді арнайы химиялы қоспалар және жасанды тыныс алу арқылы қайта тірілтті. Иттер көздерін ашып қозғала бастады. Бірақ бір мәселе бар еді, олар қайта тірілген соң өте оғаш қозғалып, түсініксіз дыбыстар шығарды, және бұл зомби тәрізді иттердің өмірі ұзақ болмады. Адамды қайта тірілтуге болады ма? Жақында америкалық ғалымдар өлген адамның миын бірнеше сағат бойы тірі ұстай алды. Олар арнайы ерітінділер мен жасанды қан айналымын қолданды. Бұл дегеніміз, болашақта адамдарды шынымен қайта тірілту мүмкіндігі бар деген сөз. Егер расымен бір күні ғылым Франкенштейннің идеясын жүзеге асыратын болса, қайта тірілгендер кім болады? Олар бұрынғы адамдар ма, әлде мүлде басқа бірдеңе ме? Ал сен қалай ойлайсың, адамдарды тірілту мүмкін бе? Және бұл бізге қажет пе?